Қарапайым күн динозаврлар отбасы жайлауда қыдырып жүр. Алаңсыз серуендеп жүргенде кенет оларды біреу басылды. Жоқ, бізге жолбарыс шабуылдады. Құтқарыңдар. Бұл қалай болғаны? Қалай сонда? Сұлу. Динозаврлар мен жолбарыстар бір жайлауда кездесуі мүмкін емес. Олар әртүрлі кезеңде өмір сүрген. Онда жолбарыс завр. Жоқ, ондай жануар болмайды. Есесіне азуалты қарыс жолбарыстар болған. Бірақ олар 23 миллион жыл бұрын пайда болды. Динозаврлар болса 60 миллион жыл бұрын қырылып қалған. Барлығы ма? Барлығы емес әрине. Динозаврлар эволюция барысында қазіргі құстарға айналған. Мысалы тауыққа. Тауыққа? Мүмкін емес. Мүмкін болғанда қандай? Динозаврлар жайлы бұдан да қызық деректер бар. Күшті ғой, сұлу. Тағы айтып берші, білгім келеді. Енді саған шынымен қызық болса? Сонымен Тима, жолбарыстар динозаврлардан әлде қайда кейін пайда болған. Есесіне аралар, акулалар, тарақандар, тіпті үйрек тұмсықтар динозаврлармен бірге өмір сүрген. Қалпақ киіп алған үйрек тұмсық. Мынау қайдан жүр? О, қараш Тима, бұл біздің мемлекеттің картасы. Миллиондаған жыл бұрын қазір біз өмір сүретін жерде тиранозаврлар өмір сүрген. Атаммен бірге ме? Жоқ, Тима, атам оншалықты кәрі емес. Теориялық тұрғыдан тіпті біздің ауламыздан да динозаврлардың қаңқалары табылуы мүмкін. Сол қаңқаларды қазып аламыз ба? Өткен жолы қазына таптық қой. Жоқ, көгалды бұзсақ папам ренжиді. Мен тырысып көргем. Онда папам да бізге көмектессін. Тима, мұқият тыңда. Динозаврлардан бөлек Алматы облысында тіпті мамонттар өмір сүрген. Олар жазда ыстықтамады ма? Олар мұз дәуірінде өмір сүрген. Солай, оған қоса мұнда аралозаврлар да мекендеген. Үйрек тұмсықты өте ірі динозаврлар. Қалпақ киіп алған. Тима! Сөзімді бөле бермеш, өтініш. Ойымды бөліп жібересің. Жарайды. Рахмет. Не туралы айтып жатыр ем? Плезиозаврлар. Бір кездері біздің Каспий теңізіміз үлкен мұхиттың бір бөлігі болған. Сол кезде ол мұхитта плезиозаврлар мекендеген. Олардың салмағы 15 тоннадан астам болатын. Яғни 10 піл сияқты. Ал ұзындығы 12 метрге дейін жететін. Әлде аралозаврлар туралы айтып жатыр ма едім? Тима, мен не жайлы айтып жатыр едім? Тима! Иә, тыңдап отырмын. Жарайды, бәрін ұмыт. Қазір шынымен қызықты дерек айтып берем. Сен білетін бедің? Қазақстанда батырозаврларда тұрған. Рождестволық батырозавр, шөп көректі динозавр. Қазақстан аумағында сол динозаврдың тасқа айналған сүйегін тапқан ғалымның атымен аталған. Негізі бізде аттары қызық динозаврлар көп. Мысалы, Қазақстанозавр. Ойлаш, оның бір көзінің үлкендігі кішкентай пицца сияқты болған. Ал табылған сүйектердің жасы 100 миллион жыл. Ең қызығын айтайын ба? Оның сүйегін экскурсияда жүрген 3 оқушы тауып алған. Ойлап қараш! Тима? Айсұлу? Жылап отырсың ба? Жоқ. Көңілсіз сияқтысың ғой, жаным. Бірдеңе болды ма? Тима, динозаврлар туралы айтып берші деп өтінген. Ал өзі болса, өзі ұйықтап қалды. О, жаным. Оған бола уайымдаудың қажеті жоқ. Тима әлі тым кішкентай. Сол үшін мұқият тыңдай алмайды. Әдей солай істеді. Үнемі көңілі басқаға бөлініп, сөзімді бөліп, мүлде тыңдамады. Бауырыңа қатал болма.
кішкентай кезінде сен де мені тыңдамайтынсың. Мен болсам саған айтып берейін деп әлем халықтарының ертегілер энциклопедиясын түгел жаттап алғанмын. Ал мен не істедім? Сен болсаң бірден маужырап ұйықтап қалатынсың. Қара. Димаға сенің қасыңда жүрген, өзінше уақыт өткізген ұнайды. Ол өскен кезде осы жағдайды естеріңе алып күлетін боласыңдар. Мүмкін. Тіпті қызығушылықтарың сай келмесе де, басқа адамдар табылады. Сен көп оқыған, көзі ашық қызсың ғой. Білімді адаммен әңгімелескен қашанда қызық. Сұлу! Дима? Осында екенсің ғой. Сен іздемеген жерім жоқ. Дәл уақытында келдің, Темірхан. Кешкі асқа дастархан жоюға көмектесесің бе? Көмектесейін. Бірақ алдымен аяғына дейін тыңдап алайыншы. Әлгі аралазаврлар туралы. Демек менің әңгімемді тыңдаған екенсің ғой? Әрине тыңдадым. Күлгілі қалпағы бар динозаврлар. Сен қуасың. Ей, мен қуып сөйлесем. Абайласаңдаршы. Абайлап жүрміз. Ой, бұ. Жоқ. Тима, не білдіріп қойдың? Ол мамамның сүйікті кружкасы ғой. Қазір жинап тастайым. Тиіспе, қолыңды кесіп аласың. Уайымдамаңдар, менде жоспар бар. Біз оны желіммен жапсырамыз. Ешкім байқамайды да. Мен суперклейді алып келейін. Ал сендер мамамның көңілін бөле тұрыңдар. Ай, ой, мама. Не болды, жаным? Тыныштық ба? Мама, байқаусызда сүйікті кружкаңды шағып алдым. Кешірші мені. Ештеңе етпейді. Немене? Бұл бар болғаны кружка ғой. Қолдарыңды кесіп алмадыңдар ма? Жоқ, сынықтарға тиіскен жоқпыз. Жарайсыңдар. Жарайды, алтындарым. Мен жұмыс істеуім керек. Абайлап жүріңдер, жарай ма? Кешкі асты бүгін папаларың дайындайды. Міне, мама мүлде қамыққан жоқ. Мен қомайым. Тима, түсінбедің бе? Мамам бізге ренжіп қалды. Саған ренжіді. Немене? Мамамның орнында болсам, қатты ашуланар ем. Енді ол сенімен сөйлеспейтін шығар. Сұлу, Лалашын айтып тұрма? Сүйікті кружкамды шағып тастаса көңілім түсер еді. Мамам қазір бөлмесінде жылап отырған шығар. Енді қайтсем екен? Балалар, тыныштық па? Папа, мамамның сүйікті кружкасын шағып алдым. Енді мамам жылап отыр. Бұдан былай менімен сөйлеспейді. Уайымдамаңдар, жаңа кружка сатып аламыз. Бірақ папа, ол сүйікті кружкасы болмайды ғой. Ең күшті кружка сатып алам. Мамаларыңа ұнайды. Онсыз да азық-түлікке барайын деп тұр едім. Көп ұзамай келем. Болды. Папам бәрінді реттейді. Енді ойнай берсек болады. Папам келді. Сәлем, балалар. Сатып алдың ба? Иә. Міне. Бірақ папа, Бұл мүлде басқа ғой? Не? Тура аналарыңның кружкасы сияқты ғой. Бірақ мамамның кружкасында әдемі өрнек болатын. Ал мынау қарапайым ақ кружка. Менде бір ой бар. Папа, біз дайынбыз. Жаным, дастарханға кел. Бара жатырмын. Анашым, мен бәрін түсіндім. Жақсы болған екен, жаным. Сонда нені түсіндің? Мама, бұдан бұлай сені ешқашан бұлай ренжітпейм. Жылағаныңды, маған қалай ашуланғаныңды білем. Дима? Түсінбедім. Сен не айтып тұрсың? Енді сенің кружкаңды шағып алдым ғой. Сүйікті кружкаңды. Шақтым ғой. Кружка? Оны әлде қашан ұмытып кеткем. Не? Ашуланып тұрған жоқсың ба? ол сүйікті кружка неді ғой? Сынсасына берсін. Ештеңе етпейді. Бастысы қолдарыңды кесіп алмапсыңдар. Тамаша! Мамам ренжімегенін біліп ем. Айтпақшы, анашым, мынау саған. Мәссаған, көп рахмет. Ары қарай қуаласпақ ойнаймыз ба? Мен қумайым.
Мен де қоймайым. Мен де. Қабай. Анашым, неге жылап отырсың? Енді қоспақ ойнамайым, сөз берем. Ұнамай қалды ма? Жоқ, жандарым, маған қатты ұнады. Онда неге жылайсың? Жай. Аналарың қатты қуанып тұр, жандарым. Адамдардың бәрі әртүрлі. Қиындық туындағанда, бақытты сәттерге әркім әрқалай қабылдайды. Рахмет, бұл енді менің сүйікті кружкам. Мама! Енді ойнай берсек бола ма? Иә! Мен қоймайым. Балалар, кешкі ас ше. Сендер аулада жүре тұрыңдар, қыздар. Аналарың 1 сағаттан кейін келеді. Жарайды, апай. Көптен бері мектепте осыншалық ұзақ қалмаған едік. Я, талай болды. Онда суретімді аяқтайын. Лала, негізі көбелектердің 2 емес 4 қанаты болатынын білушімен? Білмеппін. Ал көбелектер аяқтар мен тамақтың дәмін көре алатынын ше? Жоқ. Олардың табандарында дәм сезу рецепторлары бар. Сондықтан көбелектер бірдеңенің үстіне қойылғанда Оны жеуге бола ма жоқ па анықтай алады. Сондай-ақ олар тұмсықтарымен гүлдің шырынын сора алады. Түтікшемен ішкен сияқты. Я, бірақ қайдан? Жәндіктер мен олардың достары. Немене? Бүгін ғана осы кітапты оқи бастадым. Иә, тамаша кітап. Табиғаттану оқулығынан әлдеқайда қызық. Жоқ дегенде 4 жұлдыз. Бірақ сүйікті кітабым акулалардың таңғажайып әлемі. 5 жұлдызға лайық. Сөзсіз. Мүмкін емес. Оны басылымнан алып тастады ғой. Қаласаң оқуға берейін. Әрине оқығым келеді. Рахмет. Не болып жатыр? Сен кімсің өзі? Менің атым Бота. Бота көз. Танысқаныма қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын, Бота. Менің атым Сұлу. Ал бұл менің сіңілім Лала. Дос боламыз ба? Лала, мұның не? Сұлу, мүлде танымайтын адаммен қалай дос боласың? Онда танысайық. Қандай қызығушылықтарың бар? Қандай ойын ойнайсыңдар? Қолыңдағы не нәрсе? Сурет саласың ба? Көрсем бола ма? Мәссаған. Ей, қане? Не болды? Енді ештеңе. Суретінің несі бар? Енді мұндай гүл табиғатта жоқ. Бірақ қапаланба, 3 жұлдызға лайықсың. 5-дің ішінен. Не? Бұл мен ойлап тапқан лала гүлі. Негізі лала гүлдің түрі басқа. Оның күлтелері әлдеқайда аз. Менің айтайын дегенім ол емес. Екеуің бір-біріңді дұрыс түсінбеген сияқтысыңдар. Ботаның меңсегені... Сонда менен күшті салам дейсің бе? Әрине. Мен өсімдік тану оқулығын 5 реттен де көп оқығам. Иә, сен түсіндім. Бұлай істейік. Көбелек салайық. Бәстесейік. Көбелекті кім әдемірек салса, сол жеңеді. Бәстесейік. Ой, бұл... Бітті. Мен салып болдым. Міне, мен де болдым. Қане, көрсет. Ал керек болса... Лала, керемет шығыпты. Рахмет, Сұлу. Қалай? Енді сенің суретіңді көреміз бе? Әрине. Сенімдімін. Онда айтарлықтай еште? Не? Сен алар емеспін. Көбелек түрі сияқты көрінеді. Кім жеңгені түсінікті деп ойлайым. Иә, айтпаса да түсінікті. Мен. Сен бе? Жоқ, мен. Қайталай бермеш? Меніңше достық жеңді. Жоқ. Бота, энциклопедиядағы сурет емес, ең әдемі сурет жеңеді. О, Лала, уайымдама. Күндердің күнінде табиғат қиялдың көмегінсіз ақ мінсіз екенін түсінесің. Ештеңе етпейді. Бұл ажырамас достығымыздың бастамасы. Мен саған білгенімнің бәрін үйретемін. Ал әзірше лайықты 3 жұлдызыңды ал. 5-дің ішінен. Сен менің досым емессің. Мені де, Сұлуды да жайына қалдыр. Біз сенімен сөйлескіміз келмейді. Ұқтың ба? Бітті. Қай жерден тоқтап еді? Тұмсық па? Түтікше ме? Ой, не болды? Не үшін бұлай еттің? Бота жай ғана бізбен достасқысы келді. Не айырмашылығы бар? Бізге қайдағы біреудің не қажеті бар? Сұлу, қайда кеттің? Маған Ботамен сөйлескен ұнады. Ол көңілді, әрі ақылды. Сондай-ақ жаңа достарын ренжітпейді. Сен сияқты емес. Бота, тоқта! Сұлу! Менің білеуімше олай емес. Бота, тыңдашы, мен біраз ойландым. Енді сенен... Лала, тоқта,
ештеңе айтпа. Алдымен мені тыңдап ал. Кешірші мені. Немене? Саған бекер 3 жұлдыз қойыппын. Білесің бе, суретті бұлай бағалауға болмайды. Ол өнердің бір түрі ғой. Сабақтан кейін өзімнен басқа біреудің қалғанына қатты қуандым. Анам көбіне жұмыстан кеш шығады. Жалғыз өзімнің ішім пысады. Және бәлкім ығырларыңды шығарған шығармын. Бірақ менің суретіме 1 жұлдыз қою қисынсыз. Баға мәселесін қайта қарау керек. Бірақ уайымдама Лала. Бәрін түсінем. Жай ғана ашуға бой алдырдың. Сені кешірем. Білесің бе? Дұрыс айтасың. Ұста. 3 жұлдыз, 3-еудің ішінен. Одан да көп қояр едім. Бірақ стикерлерім бітіп қалды. Менде тағы бар. Күте тұрыңдар. Қазір әкелем. Қане, маған да 1-2 берші. Маған да. Қайырлы күн, Санжар. Сұрайын деп едім. Таныстырылым дайын ба? Қалай дайын емес? Кездесу бүгін кешке ғой. Есепті кеше жіберуіңіз керек еді. Лала, қылғаламдарыңды ұмытпа. Алло. Жоқ, Санжар, сізге айтпаймын. Жоқ, сурет салу үйірмесі жоспарда жоқ. Мама, арқа қабымды көрмедің бе? Жоғарыдан қарадың ба? Онда жоқ. Өтінем, тездетіңізші. Демек ол ас үйде. Дұрыс. Балам, саған жатып демалу керек. Бірақ, мам, зерігіп кеттім. Мен жазылып кеттім. Балам, барып жата қойшы. Жақсы, қыздарды мектепке апарып, таныстырылымды аяқтап, кездесуге үлгеру керек. Сосын. Кешкі ас! Оны қашан? Алло? Жоқ, Жанел, ешқандай арт үйірме болмайды. Мама, бұл күртешені жек көрем. Қызғалт түсі керек. Кетуің керек. Лала, ол қыстық күртеше ғой, ыстықтайсың. Дима, әлі осында жүрсің бе? Қыздар, шығамыз. Қатты кешігіп барамыз. Жаным? Уайымдама, жаным. Темірханды өзім жатқызам. Бара беріңдер. Рахмет. Кешкі асты келген бойда әзірлейм. Көріскенше. Ал, Темірхан, енді екеуміз ғана қалдық па? Аура беріп шаршадың ба? Қонақ бөлмесіне жатқызайын ба? Папа, ал... Темірхан, не болды? Папа, ішім пысты, ойнайықшы. Кейінірек ойнайық, балам. Кешкі ас дайындайын. Айтпақшы, сен әлі түскі асыңды ішкен жоқсың ғой. Сүйікті ыдысымыз қайда екен? Апшы! Басқа ыдысқа құйып берейін. Папа, ойнайықшы. Темірхан, әлі салат жасап, сосын компот жасайтын алмаларды сұрыптауым керек. Ал сен жатып демал. Мәне, енді дұрыс болды. Демала ғой. Жарайды, қасымда отыра тұрсаң болады. Бірақ әлсіреп кетсең, бірден төстегіне барып жатасың. Келістік пе? Келістік! Тамаша. Папа, мұны не үшін істеп жатырсың? Көкөністер өте пайдалы. Жоқ, не үшін кешкі ас әзірлеп жатырсың? Мамам келген соң пісірем деді ғой? Енді бүгін кешкі асызақ мамаңның шаруалары шаш етектен. Сондықтан өзім пісіре салайын дедім. Түсінесің бе? Жоқ, бүгін тамақ пісіретін маманың кезегі. Оған қоса ол тамақ істегенді ұнатады ғой. Біз ойнай берсек болар еді. Енді білесің бе, өткен аптада атаң мен әжеңе азық-түлік апарып беруім керек еді. Ал мен жұмыстан босай алмай қалдым. Сол кезде мамаң менің орныма барып, оған қоса әжеңнің сүйікті тортын да ала барыпты. Мамаларыңа қатты риза болдым. Себебі мен баршы деп өтінген де жоқпын. Өзі ұсынды. Кейде мамаң маған көмектеседі, кейде мен оған көмектесем. Осылайша бір-бірімізге қамқор боламыз. Түсінесің бе? Әңгімеге кірісіп кетіппіз ғой. Салат дайын. Алма сұрыптау ғана қалды. Сосын ойнай берсек болады. Алақай!
Папа, бетің қызарып кетіпті ғой. Ас үйде көп жұмыс істеп қойған шығармын. Қазір сәл демалып алам да, қалған шаруаны бітірем. 1 минут қана. Біз келдік. Алма! Жігіттер, қалайсыңдар? Қазір демімді басып алайын, сосын тез-ақ бірдеңе пісіріп жіберем. Алтай, саған не болды? Көп жұмыс істеп қойған сияқтымын. Апшы! Сау бол! Папа, білесің бе? Қосымша сабақ кезінде ойнап жүргенде күртешем жыртылып қалды. Рагу ма? Салат та бар екен. Кешкі ас дайындап қойдыңдар ма? Алманы да сұрыптап қойдық. Ой, жандарым-ау, сендерге алғысым шексіз. Қазір температураңды өлшеген соң, кешкі асымызды ішеміз. Сен болмасаң үлгере алмас едім, Темірхан. Рахмет. Оқасы жоқ, әкешім. Қамқор болғым келді. Апшы! Али әпкелерің келген шығар. Алақай! Сәлем балақайлар, күтпедіңдер ме? Охо! Айтпақшы, мен құралақан келген жоқпын. Алыңдар. Мәз саған, жасыл доп! Кітап! Жаңа қуыршақ! Көп рахмет, Али әпке! Бекер жұмыс істеп жүрген жоқпын ғой. Бауырларымды қуандып тұру керек. Айтпақшы аға, жала қалғанша қарызға ақша бере тұрасың ба? Алия, ақшаңды ақылмен жұмсап үйренуің керек. Я, рахмет. Тамаша, пиццаға тапсырыс береміз. Алақай, пицца! Али әпке, сен кім болып жұмыс істейсің? Оқудан бос кезде кофеханада істеймін. Али әпке, сен қандай мамандықты оқып жатырсың? Туризм менеджері мамандығында. Сонда кім боласың? Турист болам. Мұны қалай істейсің? Сондай қызық, менде бұған дейін пираттар жайлы кітап болмаған. Иә, бұл кітапты сүйіп оқитын едім. Тіпті әке-шешелерің танысқан кезде де өзіммен бірге болған. Не? Сен әке-шешеміздің қалай танысқанын көрдің бе? Айтып бер. Олардың қалай танысқанын айтып берші. Айтып берші, өтінем. Жарайды. Күндердің күнінде Алтай екеуміз Астанаға жол тарттық. Купеміздің терезесінен көз жеткісіз, шексіз, шетсіз дала ғана көрініп, еш қауіп төнбеген. Нет, пойыз аяқ астынан тоқтай қалды. Мен терезеге қарап, кенеттен біреуді байқап қалдым. Мамамды ма? Одан да керемет, бауырсақ көрдім. Бауырсақ? Иә, станциядағы дүкеннен бауырсақ сатып алдық. Бірақ сосын папаларың да көріп қалды. Маманы ма? Жоқ, шай. Бауырсақпен бірге шейіктеп шай алдық. Дым қызық емес хикая екен. Әрі қарай тыңдасаңдаршы, купемізге қайтып келе жатыр едік, папаларың перронда жүгіріп келе жатқан біреудің сұлбасын байқап қалды. Ол мамам еді. Иә! Ол шабаданын көтеріп, тамбурға қарай жүгіріп келе жатты. Бірақ кеш қалды, пойыз қозғала бастады. Жоқ, папаларың дүрлігіп кетті. Алия, бірдеңе істеуіміз керек. Көзіне қарап, бірден аңғардым. Сол кезде мамаларыңды мен ғана құтқара алатынымды түсіндім. Сөйтіп не істедің? Бірден пойыздың бас вагонына жүгіре жөнелдім. Бірақ есікті ашсам, іште ешкім жоқ екен. Машинист дәретханаға кіріп кетті. Басқа малым болмады. Пойызды өзім тоқтатуым керек еді. Тоқтата алдың ба? Жоқ. Бауырсақ жеп қолым май болатын. Ал папамыз не істеп жатты? Ол кезде папаларың өліммен арпалысып жатқан. Және мамаларыңның шабаданымен. Қастарында мен болғаныма шүкір. Әке-шешелеріңді тез ішке кіргізіп. Сен пойыздың екінші басында емес пе едің? Мама мен папамды көтеруге қалай күшің жетті? Иә, мамам шабаданды қайдан алды? Ол кішкентай сөмкелер ғана ұстайды ғой. Сөйтіп, қиындықтың бәрін еңсеріп, бәрі артта қалды деп ойласақ, кенет пойыздың төбесінен оғаш дыбыстар естідік. Әлі аяқталмады ма? Басымызды көтеріп едік, пираттарды көрдік. Бірақ бізде пираттар жоқ қой. Олар қарапайым пираттар емес еді. Олар далада өмір сүріп, Жапандағы жалғыз пойыздарға шабуылдайтын. Сөйтіп біз тұзаққа түстік. Бірақ мамаларың дала пираттарын ұстайтын аңшы болып шықты. Мамаларың екі қарақшыны ойсырата жеңді. Бірақ олардың ішіндегі ең қорқыныштысы, ең қауіптісі капитан Дала Сақал еді. Оның сол көзі жоқ еді. Есесіне тот басқан ілмегі мен ескі қалпағы болатын. Сол мезетте оң көзі де жоқ екенін байқадым. Сонда ол қалай көріп жүрді? Иығында тотығыс отырған. Ол капитанның жеке штурманы болатын. Сол жаққа! Ол мамаларында тығырыққа тіреді. Бірақ ол жалғыз емес. Ол папам ғой. Папа, қане? Әттең папаларың шайқасуды білмейтін. Сол жаққа.
Сол кезде басты құралымды алып шық. Бауырсақ? Оны қайтпексің? Маңызды емес. Себебі оны байқамай құлатып алдым. Сосын әке-шешелерің үйленіп, сендер дүниеге келдіңдер. Бітті. Мәссаған! Мына кітапта дала пираттары жайлы жазылмапты. Бұл өмірімде естіген ең оғаш хикая. Ал маған ұнады. Аләпке, тағы бірдеңе айтып берші. Ата-анамыз бауырсақтың арқасында аман қалды дегенге сенбейтін шығарсың. Оларды Аләпкеміз құтқарды. Солай ғой, Аләпке. Расымен де солай болды. Біз келдік. Жандарым, қалайсың? Папа, мама, шындығында қалай болғанын айтып беріңізші. Шындығында? Дала пираттарымен қалай шайқастыңдар? Дала пираттар? Иә, оларды қалай ұстағаның жайлы. Мен не істедім дейсің? Бір-біріңмен қалай танысқандарың жайлы. Енді түсінген сияқтымын. Ой, бұл сағат неше болғанын білесіңдер ме? Жататын уақыт болыпты. Алақай, Хикаялар ұйықтаймыз. кеше аяқталды. Орындарыңа жатыңдар. Ал шындығында қалай таныстыңдар? Мамаларыңмен бірге бір купеде болдық. Солай таныстық. Немене? Дым қызықсыз хикая екенін біліп ем. Әдетте қырда ағаш жоқ. Тек түрлі шөптер мен бұталарға өседі. Темірхан, тасқа шықпа, қауіпті. Ал тауда өсімдіктердің сан алуан түрі өседі. Гүл, мүк, тіпті жидектерді. Мәссаған, жидектер! Лала гүл тиіспе, олар улы болуы мүмкін. Сонымен қыр мен таудың негізгі айырмашылығы. Әкешім, шаршадым. Кішкене демал болсақшы. Жетіп қалды Айсұлу, сәл шыдашы. Алтай, күн күлдей бермеш, тауға шықпағалы талай заман болды, я балалар? Одан да мына көрініске қараш, бұл жерден күннің батқаны ерекше әдемі көрінетінге сенімдімін. Папа, осында қалайықшы? Күннің батқанын көргім келеді. Шатырды жардың қасында құруға болмайды, ол өте қауіпті. Немене? Сондай-ақ шатырды жартастың астына, ағысы қатты өзеннің қасына және қуысы бар ағаштың қасына қоюға болмайды. Жабайы орманда не болатынын болжай алмайсың. Ла-ла-ла-ла-ла. Қане, балаларға арналған 3 ұйықтайтын қап, дәрі қобдишасы, термос және 1, 2, 3, 4. 4 бала, бәрі осында. Міне енді демалсақ та болады. Мүлкіген тыныштық. Жым-жырт. Не жейміз? Мен ерекше ас дайындадым. Аталарың мен Әлия үшеуміз тауға шыққанда мұны жей жейтінбіз. Қараңдар. Алақай, жұқалтырға оралған шарлар. Жоқ, бұл... Шоққа піскен картоп па? Иә, какаомен тамаша кетеді. Какао ішкім келеді. Тоқта, алдымен кешкі ас ішеміз. Бірақ папа. Уайымдамаңдар балалар, кейін қойып беремін. Қалса әрине. Әлия, бұл саған да қатысты. Қараңдар, папа, бұл жеті қарақшы ма? Ого, расымен де, міне, қасында үркерде тұр. Аяқ жағындағы анау кішкентай жұлдызды көріп тұрсыңдар ма? Ол темір қазық, ол әрдайым солтүстікті көрсетіп тұрады. Ертеде бабаларымыз соның арқасында жол табатын. Қазір GPS бары қандай тамаша. Иә, ол да маңызды, десе де... Жабайы орманда не болатынын болжай алмайсың. Иә, естідік Алтай. Одан да сендерге қорқынышты хикая айтып берейін. Әлгі... Таспас туралы ма? Болды, қорқынышты хикая айтпаймыз. Одан да ойын ойнасақ қалай? Менде дойбы мен лото бар. Күте тұрыңдар, қазір алып келем. Дойбы? Иә, папамның ойындары мүлде қызықсыз. Ән айтсақшы. Кешір, жаным, гитарамның жағдайы мүшкіл көрінеді. Көрінеді демекші. Әлгі әдемі көрініс ашылатын жерге барып күннің батқанын тамашалайық. Иә, күннің батқанын. Алепке барайықшы. Жарайды, барсақ барайық. Алақай, күн батып барады. Лагерден кетуге тым кеш болып кетпеді ме? Қорқпа, Сұлу, керемет болады. Алтай, біз алысқа бармаймыз. Дойбы ма, лото ма? Әлде дойбы ма? Алепке, келіскеніңіз үшін рахмет. Папамды ұзақ көндіруге тура келер еді. Иә. Оқасы жоқ балалар. Папаларың кейде тым қамқоршыл. Сөзме сеніңдер. Ол мені өмір бойы тәрбиеледі ғой. Әлі де тәрбиелегісі келеді. Ал мен әлде қашан әпке болдым. Міне келдік. Алақай, күннің батуы. Мәссаған. Вау. Иә, керемет көрініс. Үлкен жұмыртқаның сарысына ұқсайды. Күшті болады дедім ғой. Солай ма, Сұлу? Сұлу? Сұлу қайда? Не? Сұлу? 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 Сұлу жоғалып кетті ме? Болды. Ешкім жоғалған жоқ. Қараңғы батпай тұрып, оны тауып аламыз.
жарайды, жақсы. Сұлуды қашан көрдіңдер? Білмеймін. Ей, әдетте бәрімізді папам қадағалап жүруші еді. Енді қайтеміз. Тима, жылама. Қазір бір амалын табамыз. Енді қайтеміз. Қараңғыда сұлуды қалай табамыз? Лала, папамның не дегені есіңде ме? Сұлуға қандай жұлдыз апаратын еді? Білмеймін, Тима, мен тыңдаған жоқпын. Балалар, айғайламаңдар, бәрі бақылауымда. Ол қазір... Ол келді! Олар осында екен ғой. Балалар, амансыңдар ма? Папа! Жарық сөніп қалды, ал сосын таспас келді. Сұлу, жұлдызымыз біздің. Таспас сені жеп қоймағанына сондай қуаныштымын. Не айтып кеттіңдер? Суық жерде отырма, салқын тиіп қалады. Бала кезімде сенің ақыл айтқаныңды тыңдап мезі болғанмын. Бірақ бүгін қуана тыңдадым. Демек мен күңкілдек емес екенмін ғой. Жоқ, әлі де күңкілдексің. Бәлкім кейде шектен шығып кететін шығармын. Онда екеумізде де болады. Не десе де мен үшін тым тәтті екен. Мен сыпырам. Тима, жаным, қалақты ұмытып кетіпсің. Сұлу, неге бүгін бәрі бір түрлі боп жүргенін білмейсің бе? Лала, бүгін қонаққа Бота келеді. Оны жақсылап күтіп алу үшін кішігірім жоспар құрдым. Кішігірім? Әрине, кел көрсетейін. Бота 12-де келеді. 12:10-да үйімізді көрсетем. 15 минутта оны отбасымызбен таныстырам. Сосын Тима үшеуміз 1 сағат тығылмақ ойнаймыз. Сосын 45 минут сенімен бірге отырып сурет саламыз. Мен не істеп тұрмын? Ең соңында қазір анам пісіріп жатқан бәлішті жеп шай ішеміз. Қонаққа бару осылай мінсіз аяқталады. Егжей-тегжейлі жоспар құрудың қажеті не? Енді Ботаны қонаққа шақырған кезде ол маған бір хикая айтып берді. Сол кезде Томи мені қонаққа шақырды. Бірақ ол жолы маған онша ұнамады. Жай ғана Томидің бөлмесінде отырдық. Қатты зергіп кеттік. Айтпақшы, содан кейін араласпай кеттік. Сондықтан бәрі мінсіз өтуі тиіс. Осылайша достығымыз сыналмақ. Бота келді. Есік ашайын. Сәлем, Сұлу. Қонаққа шақырғаның үшін. Уақыт жоқ, кет. Мамам мен Тима қонақ бөлмесін жинап болғанша саған өз бөлмемді көрсетейін. Мәз, саған бөлмен кең екен. Немене? Мүмкін емес. Не? Тіпті стель де бар екен. Я, сирек кездесетін зат қой. Айтпақшы, Бота, ауа райы қалай екен? Күн тамаша болып тұр. Жақсы, еркін әңгіме айтылды. Енді тізім бойынша ыңғайсыздықтан арылу үшін су ұсыну керек. Сұлу, көрсететін нәрсе бар ма? Тима, сендер 3 минуттан ғана танысуларың керек. Бұл кім? Мен Тимамын. Танысқан ма? Сен Сұлудың інісісің бе? Сенің шашың неге жасыл? Шүберек неге жасыл? 100-ге дейін санай аласың ба? Әліппедегі барлық әріптерді білесің бе? Сүйікті әрбің қандай, Тима? Маған ең қатты ұнайтыны Тима екеуміз дос болып кетеміз. Жоқ, Тима үшеуміз әлі 27 минут ойнауымыз керек болған. Неттен керемет иіс. Анам бәлішті пештен уақытылы шығаруды ұмытып кеткенде, осындай иіс шығады. Мам, Сұлудың мамасы? Кешіріңдер, қыздар. Тимамен алысып жүріп бәлішті ұмытып кетіппін. Ол бірдеңеден қатты қорқып, бір қасық тосап бермегенімше қоймай жылады. Уайымдамаңдар, қазір сендерге жаңға қосылған піспенан пісіріп берем. Сізге көмектестек бола ма? Әрине. Тоқтаңдар, піспенан пісірсек, Бота Лаламен әңгімелесе алмай қалады. Лала ренжитін болды. Уайымдама, жаным, жұмыла жасасақ әп-сәтте бітіреміз. Қане, көңілді болады ғой. Жарайды. Міне, дайын. Алақай! Тамаша, динозаврлар жайлы кездейсоқ әңгімені алып тастасам да үлгеріп жатырмыз. Енді шай ішсек болады. Бота, дәм татсаңшы. Рахмет, жемейм. Жаңғаққа аллергиям бар. Немене? Неге айтпадың? Жай, жаңғақпен ойнағым келді. Жоқ,
енді қайтсем? Уайымдамаңдар, қыздар. Менде әрдайым тосап дайын тұрады. Мам, мына тәттіден тағы бар ма? Тима? Тима? Ай! Ой-ой-ой-ой-ой! Лала, сен де осында екенсің ғой. Көргеніме қуаныштымын. Тоқтаңдар, тұра тұрыңдар. Ол аспақ ойнауға әлі ерте. Мама, ол қашан кетеді? Әлі кетпеймін. Сұлу? Сұлу? Тыныштық па? Бота? Кешірші мені. Мен бұлай болғанын қаламап едім. Кешірші, өтінем, менімен араласпай қоймашы. Не? Ой, Бота, неге араласпай кетеді деп ойладың? Сен менің жан құрбымсың ғой, Сұлу. Тек Лалаға айтып қойма. Томимен араласпай қойдың ғой. Томи? Жоқ, ол басқа қалаға көшіп кеткендіктен араласпай кеттік. Солай істеуге мәжбүр болдым. Себебі менде смартфон жоқ. Тіпті бүгін болған жағдайда да ма? Бүгін тамаша күн болды. Үйіңді көрдім. Отбасыңмен таныстым. Лала және Тимамен ойнадым. Тіпті піспен нан пісіруді де үйрендім. Қонаққа шақырғаның үшін рахмет. Сәлем балалар. Бүгін маған алма бәлішін берді. Сөйтіп мен қонағымызды қуантайын дедім. Айтпақшы, қонағымыз қайда? Папа, танысып қой, бұл Бота. Танысқаныма қуаныштымын, Сұлудың папасы. Ол қайтып келді. Менің үшінші жан досым болғың келе ме? Қыздар, қылқалам мен қағаз бере тұрыңдаршы. 1 секунд. Оны қайтесің? Бүгін бірінші сабақ болады. Қажетті нәрсенің бәрін алдым. Бір жүк көлік, бір әліппе, бір жуынатын жөке, сосын бір ажыратылмалы кілт. Ажыратылмалы кілт? Керемет, Тима. Оқу деген тамаша ғой. Қаншама жаңа нәрсе үйренесің. Сурет салу үйірмемді жақсы көрем. Кейде 3 сағат бойы сурет саламыз. Қанша? Өте көп сағат сияқты естіледі екен. Лала, Тиманы қорқытпа. Біздің жылдам оқу сабағымызда керісінше бәрі өте тез. Мұғалім сіріңке жағады. Ол жаны бітпегенше кітаптың бір бетін оқып аяқтауымыз керек. Бір бетін бе? Тима, қорықпа. Саған ұнайды. Жаңа дос табасың. Бастысы олардың арасында сотқар балалар болмаса болды. Сотқар балалар? Тима, балақай, қазір шығамыз, қайдасың? Мен жоқпын. Қыздар, Тиманы көрмедіңдер ме? Жаным? Анашым, ешқайда бармай қойсақ бола ма? Балам, не болды? Санауды үйренгің келіп жүреді ғой. Соншалықты қиын болатын айтқан жоқсың. Мама, шамам жетпейді ғой. Қыздар, Ештеңе естеген жоқпын. Әдейі. Тима, қиындықтарға қарамастан бізге сабақ оқыған ұнайды деп айтқымыз келген. Бәрін өзің түсінесің. Бір рет барып көрш. менде бір ой бар. Қане, мектеп ойнайық. Тима, сабақ деген мүлде қорқынышты емес. Қазір көресің. Папа, сен де ойнайсың ба? Иә, қазір. Жұмысымды аяқтап тастайын. Ал Или апай сабақты бастай берсін. Ол кім? Мамамыздың аты сондай. Рахмет, Сұлу. Сонымен бірінші тапсырма. Үстелде қандай заттар тұрғанын кім айтып бергісі келеді? Или апай, мен айтсам бола ма? Тима, Мамама барғым келеді. жаным, мен мамаңмын ғой. Бұл жай ойын. Сұлу, Алдымызда жүк көлік, текше, динозавр және ойыншық телефон бар. сонымен барлығы неше зат болды? 4. Тамаша. Ал енді қолыма мұқият қараңдар. Ей! Лала, мен бәрін көріп тұрмын. Олай істеме. Анашым, бұл өмір мектебі ғой. Тимамен бірге сотқар бала оқыса ше. Онда ол сотқар баламен сабақтан кейін сөйлесем. Сонымен бәрің дайынсыңдар ма? Тима, папасы? Иә, дайынмын. Сұлу, әлі ерте қызым. Сонымен, енді үстелде неше ойыншық болды? Лала, Сабақ қашан бітеді? аз қалды. Тағы біреу жауап бергісі келетін шығар? Папасы? Сұлу, Үстелде 7 ойыншықтар. ақылдым сол. Тағы бір тапсырма орындап көреміз бе?
қалай ойлайсың? Не істеуіміз керек? Білмейм, бәлкім жылдамдығымызды тексеретін шығар. Компьютерді кім бірінші жеп алса, сол жеңімі. Бастысы компьютерді жемеңдер. Олар әлі керек болады. Екінші тапсырма. Парталарыңда неше компьют бар? Тима? Білмеймін. Бәлкім папаларың көмектесер. Иә, тамаша бағыт. Папам сабақ үстінде телефонмен сөйлесіп отыр. Сұлу? Су іштем, бола ма? Рахмет. Тима, жаным, бар үміт сенде. Үстеліңде неше компьют бар? Жетеу ме? Солай ма? Мұнда 3 компьют пе? Бәрекелді. Жарайсың, Тима. Бірақ енді ойыңды жинақтау керек, жаным. Мен тағы 2 компьют қосам. Енді қаншау болды? Не үйреткенімізді есіне түсір. Біз оған ештеңе үйреткен жоқпыз ғой. Бесеу ме? Дұрыс жауап бердің. Тима, жарайсың. Үстеліңде тура 5 компьют бар. Енді компьютерді жиберсең болады. Сабақ үшін бәріңе рахмет. Тамаша жұмыс істедіңдер. Әсіресе папамыз. Тима, сабаққа кеттік пе? Иә, қазір арқа қабымды алып алайын. 5 секунд. Жұмысымды бітірдім. Қай жерден тоқтадық? Телефонымды көрмедіңдер ме? Кеше түн ортасына дейін отырдым. Жиналысқа дайындалам деп. Ал енді оятқышты естімей ұйықтап қалыппын. Айтпақшы, сағат неше болды? Жаным, негізі бүгін... Сұмдық-ай, бақ арқылы шығып кетейін. Бірақ жаным, бүгін демалыс қой. Демалыс? Мүмкін емес. Есіңнен шығып кеткен бе? Тыныштық па, жаным? Әрине, неге сұрадың? Жұмысқа аяқтайтын киіммен кете жаздадың ғой. Оған қоса менің сөмкемді алып кеттің. Бір кісіге демалыс керек сияқты. Дұрыс айтасыңдар. Соңғы кезде жұмыс басты болып кеттім. Демалуды ұмытып қалған сияқтымын. Біз саған көмектесеміз. Уайымдама, мам. Саған қалай демалуды үйретеміз. Иә, бізге сенім артсаң болады. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Алдымен киім ауыстырып алғаның абзал. Ла-ла-ла. Меніңше, бақта жұмыс істесең ғана шындап рахаттанасың. Ең сүйікті ісім бұталарды кесу. Жапырақтарын бірте-бірте кесіп, мінсіз пішінге жақындай түсесің. Бірақ бұл сырт көзге көрінгендей оңай шаруа емес. Сондықтан Гүлзарға су құюдан бастасақ болады. Мен тырысып көрсем бола ма? Иә, әрине. Бірақ бұл істе ең маңыздысы шыдамдылық. Бірден сен ойлағандай шықпаса қамықпа. Осылай ма? Жапырақтарын бірте-бірте кесеміз. Дұрыс айтыпсың, қиын екен. Мен қыздар не істеп жатқанын көріп келейін. Сөйтіп 18-ші ғасырда Лондон қаласында алғашқы пазл пайда болды. Ал енді ережесіне көшейік. Ең алдымен 4 бұрышын тауып алу керек. Біріншісін таптым, тағы 3 қалды. Сұлу, мамама пазл құрастыру қызық емес деп ойламайсың ба? Немене? Бұл өте қызық қой. Ой, ештеңе етпейді. Басынан бастаймыз. Эй! Менің кезегім. Лала, қашан пазл құрастырамыз? Мен жеңген кезде. Тең түстік пе? Қайта ойнайық. Мен Бұл жеңгенше. ойынды ойнағым келмейді. Шаршап кеттім. Су ішесіңдер ме? 9-ақ рет ойнадық қой. Пазлды бір ретте жинаған жоқпыз. Онда қорапқа салып жинап тастайық. Немене? Қалай босаңсызам екен? Мама! Ойлап таптым. Тима? Таптым. Сен не істеп? Мама, саған не істеу керек екенін ойлап таптым.
Шын ба? Не істеймін? Бақта отырып, сен демалу үшін не істеу керек екенін ойландым. Бірақ бір орында отырсам, ойлана алмаймын. Сондықтан жүгірейін деп шештім. Сонымен жүгіріп жүрген кезімде былай ойладым. Демалу үшін саған шаршау керек. Бірақ шаршау үшін күшің бітіп, әлсіреуің керек. Бірақ сен шаршамасаң, қалай әлсірейсің? Түсінесің бе? Шынымды айтсам, онша түсінбедім. Жүгір, мама, жүгір. Саған жүгіру керек. Қараш, оп-оңай. Қазір көрсетем. Жүгіріп көрші, мама. Жақсы тыныштандырады. Ботақаным ау, меніңше бұл іске аспа. Осында екенсің ғой. Қара, төрт бұрышның бәрін таптым. Тіпті шеттерін Мама, мен үстелде ойнайтын ойындар таптым. Есеп жүргізсе болады. Біреу үстелде ойнайтын ойын деді ме? Дойбы ойнасақ ше. Немене? Тек дойбы емес. Мамамен бірге пазл құрастырамыз дегенсің. Мамам қызығырақ ойын ойнағысы келді. Айтпақшы, дойбымен де көп қызық ойын ойнаса болады. Бәрі дұрыс, мен жай. Мамам жарысқысы емес, демалғысы келетінін көрмеймісің? Ойында жарыстығында болуы тиіс. Бір жолы мамаларың болып жарысында жеңімпаз болған білесіңдер ме? Себебі сенің ойындарың қызық емес деп айттым ғой. Бір жолы мамаларың болып жарысында жеңімпаз болған білесіңдер ме? Елестетіп көріңдер, бұл аспалы жол шамамен 2000 метр биіктікке дейін көтеріледі. Ал біздің кабинаға тіпті 10 адамға дейін сыяды. Айтпақшы, мінез-құлық ережелері туралы айтсақ. Темірхан, фуникулердің ішінде секірме, қауіпті. Қасқырға қауіп қорқынышты емес. Мұндай сөздерді қайдан үйренесің? Дұрыс айтасың, Тема. Тура мен көріп жатқан жүрек жұтқан төбеттер сериалындағыдай. Мен жүрек жұтқан төбетпін. Қыздар күлімдеңдер, суретке түсірем. Алақай, суретке түсеміз. Жаңа құлаққаппен түскен алғашқы суретім. Құлаққабың неге құлағыңды жаппай тұр? Тамаша сурет. Жоқ, тағы бір рет түсірші. Мама, қашан тамақ ішеміз? Балам, жаңа ғана тамақ іштің ғой. Уайымдама, Темірхан. Мамаң екеуміз тамақ алып алдық. Қонақ үйге орналасып алған соң тамақ ішеміз. Бөлмеде Wi-Fi жақсы ұстайды деп үміттенем. Қазірдің өзінде нашар ұстап тұр. Есесіне мына ғажап көрініске қараңдаршы. Аталарың мен апаларыңа жіберейін. Пап, телефоныңды алсам бола ма? Жоқ. Мынандай биіктіктен сырғанау қауіпсіз екеніне сенімдісіңдер ме? Уайымдама, Апкетай. Басқа нәрсемен айналыссақ та болады. Мысалы, ақ қала жасауға болады, немесе талғар шыңына шықсақ болады. Қарда періште жасасақ болады. Маралдың іздерін іздеуге болады. Какао ішсек болады. Қаратсақ болады. Қаратсақ болады. Мен де солай дедім ғой. Ой, кешір Бота. Құлаққап тағып алған соң сені естімей отырмын. Бірақ шынымды айтсам, мен сендермен бір ойын ойнағым келеді. Оның аты өмір. Бұл ойында кез келген адам болуға болады. Ең басты мақсат өмірді кейін өкінбестей етіп сүру. Себебі уақыт зырғып өтеді, ал оны бос өкініштерге жұмсауға болмайды. Мама, оны көрсете аласың ба? Әрине, жаным. Бірақ ол сөмкенің түп жағында жатыр. Темірхан, секірме дедім ғой. Тұра тұрыңдар. Ақыры келдік ау. Тегін Wi-Fi. Алия, тоқта, алдымен тапсырыс беру керек. Алақай, тамақ. Сосын ғана ішеміз, тамақты үйде жейміз. Мен какао алам, маған шай. Мен Эрл Грей ішем. Қызық күн болды. Көрдің бе, Алия? Офлайнда да жақсы уақыт өткізуге болады. Интернет қосылды. Менің құлаққабым қайда? Менікін де ала келші. Али әпке, ойынды ұмытып кетпе. Қазір бастаймыз. Осы қазіргі жастар түсінбеймін. Жаным, уайымдамашы, бірақ...
Тамақ салған сөмкені ұмытып кеттік пе? Қай жерде? Уайымдама жаным, бір амалын табамыз. Балалар, біз көп ұзамай келеміз. Аля, балаларға бас көз бол. Спенаннан басқа ештеңе жоқ па? Менде шырын бар. Кетеміз де білсек болады. Тоқтаңдар. Мама, папа, кетіп барасыңдар ма? Тез келеміз. Кешкі асқа үлгереміз. Уайымдама, Тима. Біз көп ұзамай келеміз, сосын бәріміз бірге тамақ ішеміз. Біз қайтып келгенше ешқайда шықпаңдар. Бірдеңе болса қоңырау шалыңдар. Я, жақсы. Wi-Fi-дің паролін де біліп беріңізші. Менің сериалым жүктелмей жатыр. Телефонын үйде ұмытып кеткен жақсы еді. Тоқта, менің телефоным қайда? Ой, бұл... Міне, мен аяқтадым. Лала, сен бірінші жүресің, Лала? Тима, жасыл фишкамен ойнағың келе ме? Жоқ, рахмет. Дәретханаға бара жатырмын. Енді кімнің 2 телефоны бар, табыңдаршы? Алепке! Мама мен папам қайда? Олар тамақ алып келуге кетті. Есік те ашылмай қалды. Немене? Енді осында қамалып қалдық. Немене? Тыныш, ешкім қамалған жоқ. Әке-шешелерің көп ұзамай қайтып келеді. Ал әзірше ойнай тұрайық. Мен президентпін. Онда мен полицеймін. Ал мен детективпін. Жарайды, онда мен супермодель? Біреудің бұл өмірде жолы болатын сияқты. Бұл қалай болғаны? Лала, сен жүре алмайсың. Тоқтатып қою картасын алдың ғой. Қатарынан 3-ші рет, әлі қанша отырам? Ого, мен жыл адамы сыйлығын алдым. Құттықтаймын, Алепке. Бұл өмірде сіз жеңімпаз болдыңыз. Тағы бір рет ойнаймыз ба? Немене? Мен бір рет те жүрмедім ғой. Уайымдама, Лала. Келесіде сәтті түсер. Сәтті түсер? Мені тоқтатып қойған сен ғой. Бұл не? Бұл электр қуатының үзілісі деп аталады. Мұндай жағдай... Тоқтаңдар! Сұлу қайда? Немене? Қайтадан ба? Ой, кешіріңдер, ұлғайтқышымды түсіріп алдым. Сендерде мұндай жағдай жиі болады, я? Айтпақшы, Тима қайда? Дәретханаға кеткен. 40 минут бұрын. Тима, бәрі жақсы ма? Асқазаны тамақ құртпай қалған шығар. Ендіше, сонша піспенан жеп алды. Тима, аш. Бұл есікте ашылмай қалған шығар. Тима, қашып кетті ме? Сендердің ойларыңша ол... Болды, қайдағы жоқты айтпаңдар. Тиманың терезеден шығып кетуі мүмкін емес. Ол тым тар ғой. Қарасаңдаршы, тіпті басым да сыймайды. Ол терезеден қашып кетті! Уайымдама, Лала! Басса, сабыр сақтау керек! Уайымдап тұрған жоқпын. Тиманың үйден кетіп қалуы мүмкін емес. Бір жерде тығылып ұйықтап қалған шығар. Әрине, сол баяғы Тима ғой. Тоқташы, ол неге қашып кетті? Мұның бәрі Лаланың кесірінен. Немене? Жағдай бұлай болды. Сау болыңыздар, Сұлудың ата-анасы. Сау бол, Бота. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Есік ашылмай қалды. Енді олар кіре алмай. Біз осында қамалып қалдық. Мәңгілікке. Бәрі басқаша болды. Тиманы қорқытпадың демексің бе? Әрине жоқ. Жағдай бұлай болды. Сынық есікпен папам мен мамам енді қашан келеді? Ешқашан. Немене? Ешқашан. Олар сені ешқашан тастамайды. Бірер минуттан кейін қайтып келеді. Себебі сені қатты жақсы көреді. Лала, рахмет, сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Лала, мүмкін сен менің де әпкем болғың келер? Не? Ей, жетер! Лала, Тима үйде болса терезе неге ашық тұр? Және бұл не іздер? Жай ғана бөлмені желдеткен ғой. Ал іздер оның іздері емес. Жоқ, бұл сөзсіз Тиманың іздері. Бірақ ол терезеге қарай емес, терезеден бері жүрген. Не? Бұл не деген сөз? Меніңше, жағдай бұлай болған. Лала, расымен Тиманы қорқытты делік. Қорқытқан жоқпын. Ол ата-анасы үшін алаңдап, оларды өзі іздеп табуға бел буды. Бірақ сыртта мұншалықты суық болады деп ойламаған еді. Солайша, іздер пайда болды. Ол іздер...
Бұл Тиманың рюкзагы ма? Фу, сонша не күткен? Ішінде не бар екен? О, құлаққап. Эй, мұның ішінде құлаққап қайдан жүр? Мынау жамылғы ма? Шайналған түтікше ме? Қашуға дайындалған сияқты. Немене? Мына заттарға қарап не ойлағанын түсінуге болады. Бастапқыда Тима рюкзагын алды. Содан соң жастықты өзіне жылы болу үшін тартып алды. Бұл қалай болғаны? Лаланың құлаққаптарымен бірге. Қайқы кілт ретінде шырының түтікшесін пайдаланбақ болған. Ең соңында азық-түлік алған. Рюкзагы осында болса, Тиманың өзі қайда? Бәлкім Лала бізді шатастырғысы келетін шығар. Жарықты кім өшірді? Дұрыс, жарық. Тима қараңғыдан қорқады. Сондықтан жарық сөніп қалғанда Тима тығылуы мүмкін жалғыз жер. Иә, дұрыс. Иә, Тима, зәремізді ұшырдың ғой? Тима? Не? Қараңдар, күрткесі де жоқ. Қалай жоқ? Тима? Мүмкін емес. Тима? Демек, Тима қашып кетіпті. Тима шық. Бірақ ақылға қонбайды ғой. Болды, мен Тиманы іздеуге кеттім. Қыздар, есікті сындырам. Ай, Алтай? Әлия, вандализм жайлы сөйлескеніміз есіңде ме? Сәлем жандарым, біз тамақ алып келдік. Сондай-ақ есікті жөндедік. Сендерде бәрі жақсы ма? Алтай, өтінем кешірші, мені бұлай болғанын қаламадым, бас-көз бола алмадым. Тима, қашып кетті. Қашып кетті? Оны соңғы рет қай жерден көрдің? Мен білмеймін. Маған мына пішінайды берген кезде шығар. Пішінай? Саған өзінің пішінайын берді ме? Иә, онда тұрған не бар? Демек, ол басқа пішінай жеген. Жүрек жалғайтын нәрселер қайда тұр еді? Мама, папа, қайтып келсіңдер ғой. Тима, осында екенсің ғой. Балам, бәріміздің зәремізді ұшырдың. Үйден жалғыз шығу өте қауіпті. Әсіресе ересектерге ескертпесең. Кешір, мама, енді олай істемеймін. Енді бізді бұлай қорқытушы болма, Тима. Ұқтың ба? Қорқытпаймын, өте берем. Бір жерде ұйықтап жатыр дедің ғой. Дұрыс айтасың, Лала. Тиманы жақсы білемін деп ойлап едім, бірақ жазбаларымды жаңарту керек сияқты. Құпия сөзді сұрадыңдар ма? Wi-Fi-дың құпия сөзі жоқ екен. Бәрі жақсы болса, енді тамақ жеп алайық. Кімнің қарны ашты? Кешіріңдер. Сондай қызық. Табиғат ғажайыпқа толы. Әлде біреу бәрін бүге-шүгесіне дейін ойластырып қойғандай. Бұл елесімді ештеңе бұза алмайды. Тима, не істеп жатырсың? Ақша жинап жатырмын. Қайдағы ақша? Бұл түрі жапырақтар ғой. Лала дүкенде жапырақ қана қабылдайды деді. Қай дүкенде? Лала гүлдің дүкенінде. Немене? Мәссаған! Лала, сөреңді әдемі жасап қойыпсың. Рахмет, Сұлу. Дүкен ашуға ұзақ уақыт дайындалдым. Енді қолда бар тауарларының бәрін ұсынуға дайынмын. Керемет! Бұл менің шаш қыстырғышым ба? Өзімнің жүк көлігімді сатып алайын деп ем. Бағасы 100 ақша. Алыңыз, мінеки. Тоқтаңдар. Тұра тұрыңдар. Бұлай ойнауға болмайды. Неге? Себебі әрбір жапырақ бүкіл ағаштың өмірінде маңызды рөл атқарады. Жапырақтардағы хлорофилдің арқасында ол айтпақшы, жапырақтарды жасыл түске бояйды. Көмір қышқыл газы мен су қоректік заттарға айналады. Бұл үдеріс фотосинтез деп аталады. Сол кезде жапырақтар жер бетінде Сонымен жүк көлікті алсам бола ма? Иә, мінеки. Қалған ақшаңыз. Планетаның өкпесі деп атайды. Сұлу, ойнағың келмесе кедергі жасамашы. Бір-екі жапырақ қана қой, түк етпей. Өтірік, мұнда жапырақтар үйіліп тұр. Көмектесе алмаймын. Өтініш, шын сатып алушыларға кедергі жасамаңыз. Өзімнің добымды сатып алсам деймін. 3 миллион бересіз. Бірақ менде соншалықты көп жапырақ жоқ. Төменгі бұтақтардың жапырақтардың бәрі таусылып қалды. Онда биігірек шық, Тима. Мен бұған жол бере алмайым. Лала, кешір. Не үшін? Ей,
кешір, Лала, бірақ жалғыз амалы осы. Айтпақшы, Лала қайда? Мұндамын. А? Лала, онда не істеп отырсың? Қане, түс! Білесің бе, тауарды сатып алушы да жоқ кезде дүкен ойнау өте қиын екен. Сол үшін мен банк ойнауды ұйғардым. Немене? Түкке тұрғысыз ойынға бола, ағашты құртуға жол бермейм. Банкте мүмкіндік әлде қайда көп. Ақша таратамын, несие беремін және тағы сондай нәрселер. Лала, басқа амалым қалмады. Сен тұтқындалдың. Мен немене? А? Ей! Осында отыра тұр. Мен папам мен мамамды шақырып келейін. Сұлу, қайт бері. Әйтпесе мен. Әйтпесе не істейсің? Әйтпесе секіре салам. Жоқ, секірмейсің. Секірем. Лала, бұл жаман ой. Секіріп барам. Қане, тоқта. Тағы бір секунд. Өтірік айтасың. Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Немене? Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Кеше сөремді күні бойы жасадым. Дүкеніңді түкке тұрғысыз деген жоқпын. Сөрең де әдемі шыққан. Кешір, Лала, сені ренжіткім келген жоқ. Тек сені қалай тоқтатарымды білмедім. Мені тоқтатудың қажеті не? Мен жаман ештеңе істеген жоқпын. Істедің? Жоқ. Я, сен ойыныңды бұзғаныңды қаламайсың. Өйткені ол сен үшін маңызды. Ал мен ағашты бүлдіргеніңді қаламаймын. Себебі ол мен үшін маңызды. Меніңше, ақша ретінде басқа нәрсені пайдаланса да болады. Мысалы не? Мысалы, тастарды. Тастарды пайдаланса да болады. Бірақ тауарларының бәрін қайтарасың. Шаш қыстырғышты да. Келістік. Сізбен істес болу керемет екен. Сондай-ақ өтем ретінде мына жерді жинауға көмектесесің. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!